Саламатсыңдар ма, балалар? Жаратылыстану сабағын бастайық. Сабағымыздың тақырыбы жануарлардың қандай түрлері болады. Ал енді бүгін біз сабақта мынандай мақсаттарды қол жеткіземіз. Жабайы жануарлардың үй жануарынан айырмашылығын білетін боласыңдар. Үй жануарларын қалай күту қажет екенін білесіңдер. Балалар, сабағымызды жалғастырмас бұрын келесі бейнефильмге қарап, жаттығуларды қайталайық. Болып тұрсаң сен жерді теп, ашу болып тұрсаң сен жерді теп, ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Жарайсыңдар балалар, ал енді мына суреттердегі жануарларға қарайық. Балалар, қандай жануарларды көріп тұрсыңдар? Жануарлар қандай табиғатқа жатады? Дұрыс айтасыңдар, жануарлар тірі табиғатқа жатады. Сондықтан олар тыныс алады, қоректенеді. Сонымен қоса олар өседі және көбейеді. Ал ары қарай олар қозғалады. Балалар, келесі суретте үй жануарларының суреттерін берген. Ал енді ата жіберейік. Үй жануарларына қандай жануарлар жатады екен? Қой, мысық, тауық, қаз, ешкі, сиыр, жылқы. Міне осы жануарлардың барлығына адамдар қамқорлық көрсетіп, қорада ұстайды. Оларға азық дайындап, қыстай үй жануарларына қамқорлық көрсетеді. Ал енді жабайы жануарлар өз бетімен тіршілік етеді. Олар азықтарын өздері іздеп тауып жеп, өздері балаларын өсіреді. Сондықтан оны жабайы жануарлар деп атайды. Балалар, суретке назар аударайық. Мына жерде тұрған құндыз қандай жануарға жатады? Дұрыс айтасыңдар, жабайы жануарға жатады. Ол өз қорегін өзі тауып жеп, балаларын өзі қоректендіреді екен. Құндызды құрылысшы жануар десек те болады, себебі ол өз үйшігін ағаш бұтақтарынан салып алады екен. Ал мына жерде үй жануары ит. Ит адамның қамқорлығында болады. Адамдар оған тамағын, суын беріп асырап, үйшігін соғып береді. Ит үйді күзетеді, сондықтан оны үй жануары деп атайды екен. Үй жануарлары үйретілген немесе үй жануарына айналған. Бұл дегеніміз, адамдар оларға қамқорлық жасап, күнде немесе күн ара олармен байланыста болады. Ал енді балалар, жабайы жануарлар табиғи ортада туылып, өсетін немесе мекен ететіндер. Бұл дегеніміз, адамдар олармен байланысқа түспейді, немесе оларға қамқорлық жасай алмайды. Ал енді балалар, бәріміз ойын ойнайық. Қайсысы жабайы, қайсысы үй жануары екен таба аласыздар ма? Ойын тәртібі қазір сурет көрсетіледі. Сол суреттегі жануардың қандай жануар екенін табайық. Ал ендеше кеттік. Ит қандай жануар, балалар? Дұрыс айтасыңдар, үй жануары. Ал мына суреттегі зебра ше? Жақсы, дұрыс айтасыңдар, жабайы жануарларға жатады. Ал енді суретте көріп тұрғандай сиыршы? Дұрыс айтасыңдар, үй жануарына жатады. Ал енді келесі кезекте арыстан жабайы жануарға жатады. Келесі кезекте піл. Піл де жабайы жануарға жатады екен, балалар. Ал енді жылқыны қарайық. Жылқы үй жануарына жатады екен. Келесі кезектегі сурет
барыс, жолбарыс. Жолбарыс жабайы жануарға жатады. Ал енді балалар, үй жануарларының суретіне назар аударыңдар. Үй жануарларына қой, түйе, ит, ешкі, жылқы, сиыр жатады екен. Ал енді осы төрт түліктің төлдерін атайықшы. Қойдыңғы қозы, түйенікі бота, ешкінікі лақ, жылқынікі құлын, сиырдікі бұзау, иттікі күшік деп аталады екен. Балалар, есімізге сақтап алайық. Ал балалар, зерттеп көрейік. Адам үй жануарларын қалай күтіп баптайды? Қойды қой қораға, жылқыны ат қорада ұстайды. Итті үйшікте ұстайды, тауықты күркеде ұстайды екен. Ал енді балалар, мына жерде сәйкестендірейік. Жануарларды өз төлдеріне жеткізіп сәйкестендіріп сызайық. Сиырдың төлі бұзау, жылқының төлі құлын, түйенің төлі бота, қойдың төлі қозы екен. Ал балалар, тезірек жылдамдатып сәйкестендіріп шыға қойыңдар. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді келесі осы сабақ бойында біз нені түсіндік? Соған кері байланыс жасайық. Егер барлығы түсінікті болса, жасыл смайликті көтеріңдер. Егер жартылай түсінікті болса, сары смайликті көтеріңдер. Егер түсініксіз болса, қызылды көтеріңдер. Жақсы, сау болып